Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге өте ерекше бір пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Жасау жолы өте оңай, және де көп құрамды қажет етпейтін, өте нәзік, және де ешқандай таразының көмегінсіз жасалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Осындай құрғақ ыдысымызға 2 кесе ұнымызды салып аламыз. Одан кейін оның үстіне осындай нан қопсытқышымызды бір қасығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы мезетте араластырып отқан кезде 1 кесе шекерімізді салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үй температурасында тұрған 150 грамм сары майымызды саламыз. Осы сары майымызды салып алғаннан кейін қолымыздың көмегімізбен осылай барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Яғни крошка дайындайтын боламыз. Жақсылап араластырып, осылай қолымызды бір-біріне үйкелеп отырып, қамырымыздан осындай крошка дайындайтын боламыз. Міне осындай болып шығады барлығы. Осындай болып шыққаннан кейін үстіне бір ғана жұмыртқамызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамыр илеу барысында менде кішкене бұлшырақтау болды. Сол себепті кішкене ғана осындай касемен құттай ғана осындай ұн қосып жібердім. Осы ұн қосып жүргеннен кейін тағы да арғай қамырымды илеп, жұмсақ қамыр илеп шықтым. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ қамыр болу керек. Міне осындай жұмсақ, нәзік, қолмен басқанда осындай болады. Одан кейін оны осындай селлофанға салып, холодильникке 15 минутқа, 10 минутқа қоя тұрсаңыздар болады. Одан кейін мен осындай үйдегі бар вареньеден қосатын боламын. Менде шие вареньесі. Осы шие вареньесі кішкене менде қышқылдау болғандықтан мен оны блендерге салып, үстіне кішкене сахарный пудра қосып, жақсылап араластырып алдым. Немесе өздеріңіз үйде қандай варенье болады, сол вареньені қоссаңыздар да болады. Мен кішкене қышқылдау болғандықтан осылай өткізіп алдым. Міне мындай масса пайда болды. Енді кезекте бізге кезекте форма керек болады. Осы формамызға манағы дайындап қойған қамырымызды орналастыратын боламыз. Міне осы орналастырып болғаннан үстіне вареньемізді қойып, пеште 30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне менде пісті. Кішкене ғана осы ортасына бөліп алдым мен. Одан кейін сливкимен сахарный пудраны қосып, осылай крем дайындап алдым да, әбден суығаннан кейін осылай бетіне жағып шықтым. Сливкидің дайындалу әдісі мен YouTube каналымда бар, көрсеңіздер болады. Жоғарыға ссылкасын тастап кететін боламын. Осылай жақсылап барлығын орналастырып аламыз. Әдемі форма жасап. Одан кейін осындай әдемі гүл үшін мен какаоны осылай жан-жағына осылай орналастырып алдым. Және де оны осы дайындап тұрған пирогымызды холодильникке 4 сағатқа қойыңыздар. Сол кезде барлығы толып қататын болады. Мен холодильникке ұзақ қоюға шыдамадым. Балаларым сұрап, сондықтан менде кішкене ортасы осылай ағып кетті. Сіздер холодильникке қойсаңыздар өте дәмді болып шығады. Қазірдің өзінде дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Отбасыларыңызға ұнайды.